Сәлем достар, сіздермен бірге ерке. Бүгін мен сіздерге көбелек туралы айтып беремін. Олай болса, видеоны соңына дейін қараңыздар. Досым, гүлден гүлге қонып жүрген әдемі көбелекті көргенің бар ма? Бұл көбелектердің 157 мың түрі бар екен. Көбелектердің көру қабілеті өте төмен болады екен. Алайда олардың көздері жаман көрсе де, сары, жасыл, қызыл түсті ажыратылады. Олардың аяқтары да өте әлсіз. Көбелектер өсімдікті тозаңдырудан арадан кейінгі орында тұрады. Көбелектердің өмірі өте қысқа. Олар жұмыртқадан басталып, жұлдыз құрт, қуыршақ көбелектен тұрады. Көбелектерді бүкіл әлемнен кездестіруге болады. Алайда Антарктидада олар жоқ. Олар дәмді аяқтарымен сезеді. Дәм сезу мүшелері аяқтарында орналасқан. Тіпті олар саңырау болып келеді. Саңырау болса да, дірілді сезуі арқылы жауынан қорғанады. Олардың жылдамдығы сағатына 60 километр. Көбелектердің арасында аузы жоқ көбелектер де бар екен. Олар тамақ іше алмайды. Мұндай көбелектер құрт кезіндегі жинаған қорегімен өмір сүреді. Міне достар, біз көбелектер туралы біліп алдық. Егер менің видеом ұнаса, лайк басып, тіркеліп кетіңіздер.